Ошақтарда болуысы керек сияқты еді негізі ол жер негізі. Немене? Что-то деген ошақтарда болуысы керек сияқты еді негізі ол жер негізі. Немене? Так, бірден көрініп бастап жатыр. Чё за құпия ауыл мынау? Е-мое. Чё за фунчоза? О, звонок. Қайсың бұлай? Шулама. Мен кірейін деп едім осы ауылға. Ашып бересіз ба? Турист едім мен, турист. Туристпін дейсің бе? Жарайды, туристерге бізде. Рахмет. Оп. Саламатсыз ба? Менің атым Ако. Мен осы неге турист болып көшіп келген едім, яғни осы ауылға. Себебі ана ауылда бір білмеймін, жаман болып кетті. Ауылды таныстырып шыға аласыз ба маған? Таныстырып шыққанды жарайды, артымнан жүре берем да. Жарайды. Артыңыздан жүрейін. Мына жерде что-то полициялар көп қой. Енді өздерінің жұмысын істеп жүр, ауылдың қауіпсіздігі дегендей зат қой. Олардың жұмыс орны қаяқта сонда? Енді өкінішке орай олардың жұмыс орындары әлі салынбапты. Дұрыс. Осы жақында бір-екі жылдай болып қалды ма? Енді бір 5 жылдай болды осы ауылды соғып келе жатырмын әлі. Болды, түсіндім. Ары қарай көре берейік, ауылды таныстырып шықсаңыз енді кішкене. Енді таныстырып шыққанда жағдай осы енді. Ауылдың жолдары шұрық десек екен, оны не қыласың? тесіктер бар екен, соны жөндеу керек екен, әкім мырза. Ойбай, мынау кімнің үйі, әкім мырза? Мынау кімнің үйі? Енді менің үйім десе де болады, менің үйім ғой. Түсінікті, қазір кете тұрыңызшы. Что-то бір ақша жейтін бір андай, бір ақша жейтін адам сияқты. Так, все, кішкене. Ой, жаңбыр басталып кетті. Жаңбыр, қайқа тығыламыз, әкім мырза. Әкім, қайқа тығыламыз. Дік ағама, жоқ қайқа. Мынау кімнің үйі, сіздің үйіңізге тығылайық. Жүр, менің үйіме барайық. Кірсем бола ма? Кіре бер. Жарайды, рахмет. Так. Үйіңіз жып-жылы екен ғой, отопление бәрін әдемілеп жасап қойыпсыз ғой. Енді шамамызға қарай ғой. Мусорный ящик не бар. Кактус, ноутбук. Ноутбугыңызды көрсем бола ма? Кресло. Ноутбугыңызды көрсем бола ма? Ноутбукты осы жақында ғана 400 мың алдым, абайла. Жарайды. Хотя бы отырып көрейінші. Ой. Не істеп жатырсың? Түс. Кешіріңіз. Мынау қандай комната? Ол енді менің ас бөлмем. Холодильник, газ плита. Холодильникте не бар екен? Әкім мырза, холодильнигіңіз пустой ғой? Енді жаңа айтқанымдай, қаржыда ақша аз енді. Бюджетте ақшам бөлінбедір. Өтірік. Отмазка ғой, отмазка. Не деп сөйлеп отырсың ана жақта? Жарайды, ары қарай жүре берейік. Негізі нормально. Так, жаңбыр әлі тоқтаған жоқ па? Тезірек тоқтаса жақсы болатын еді. Әкім мырза, сосын мен наяқтан осы ауылдан бір кішкене құпия ауыл, кішкене безопасный деп ойлаймын енді. Зомби-помби дегендер келмейді шығар. Енді ол да жағдайға байланысты ғой. Енді қаланың сыртын кішкене айналдырып қоршап шықтық енді. Жарайды. Онда маған бір жер бар ма? Жер кәдімгі, нормально. Кішкене қоршаудың сыртында бір бос жатқан жер бар еді. Жаңбыр ештеңе етпесе, кеттік бара берейікші. Жарайды, барсақ бар. Жоқ, тоқтай тұршы қазір. Басым тоңып қалмасын, мен басы тоңып қалса кейін шапқа киіп алайын. Әкім мырзай. Кеттік ал, жарайды.
Басым қатып қалды ғой. Тез барайық. Әкім мырза қайда? Анда жер артынан. Так, осы жерде ма? Қай жерде? Әкім мырза. Әкім мырза, қай жаққа баратсыз? Кішкене бір түрлі әкім екен, Жүр дегенсің, жүре беріңізші. Ой, налар кім әкім мырза? Шкаф екенсің, братан, шкаф екенсің. Бейтің айтайын. Рахмет. Кім бұлар? Бұлар енді нелер ғой, спецназдер ғой. Полицияларға Спецназдер көмектесші. ма? Түсіндім. Шкафсың, братан, давай, шкаф. Шкаф, братан. Ё-май, мынаяқта не отыр, әкім мырза? Скидка ма, не зат мынау? Өзім де білмеймін соны. Бары берейікші. Сонда полицияларда жүр Қаяқта сатылатын жеріңіз, әкім мырза? Соны таппай қалдым ғой, өзім де құрсын. Өзіңіз таппай қалдыңыз ба? Әкем қаяқта еді ғой. Әкім екен. Әкім мырза, қаяққа баратырмыз біз? Ой. Қор қоя тұршы, тау одай. Жарайды, жүріп баратырмын артыңыздан. Не қызық көреді екенбіз? Бір жерде айналып жүрген сияқтымыз, әкім мырза. Сен де бір. Сіз өзіңіз үйіңізге қайтып келдіңіз ғой. Наумайсыз ба? Жермес ба? Иә, осы деймін, мен осы. Енді бұл жақ көріп тұрғанымдай қош алмаған енді. Бірақ зомбилер келе алмайды деп енді мен саған гарантия бере алмаймын, енді абайлайсың ғой өзіңді. Түсінікті, түсіндім, иә. Бұл жердің бағасы сонда неше? 36 теңге деп отырмын енді. Жарайды. Онда қазір мен сізге төлейін. Қазір бір не қоясыз ба? Сундук па, бір бәлем ба, бір сандық қойыңыз. Так, бір сундук па, бірдеңе салыңыз, иә. Мен сол сундук, ше қойып қойдыңыз ба? Так, бұл сундукқа, значит, мен 6, 16. Так, кішкене. Біреу. Тоқтаңыз, мен сізге неше беріп кеттім. Так, тағы 2 оламын. Так, енді осының бәрін бір жаққа жинап қойып. Жоқ, 64 бұл кетті ғой, что-то. Так, 9-ға 9, 18, 18-ге 27. Осы ең қызықсыз моментте рекламаны тағып жіберсем қалай қарайсың? Описаниеде тұрған TikTok аккаунтыма тез кіріп, қысқа метражды сериал видеоларды қарап кет. Ең бірінші видео охранник родной, яғни 28 ақшам болып тұр ең. Айып етпеңіз ең. Жетет жары? Жарайды, енді 2 теңгеге бола әңгіме айтпаймын ғой. Болды, онда рахмет. Мен бұл жаққа үй соғып тұрады жүрмін. Сізде строительдердің номер жоқ па, строительдердің? Бар менде сапалы строительдердің номер. Айтшы бересіз бе онда? 8, 7, 707, 446, 26, Жатта бол мен. Кейін звондап, келесін егерде, бөлімдерде мен естейтін болдым. Так, бұнау не? Мынау қып-қызыл? Осы түсінбей қойдым осыны. Бұл мәдениет үйі ғой, яғни ДК. Түсінікті, жарайды. Ары қарай мен ауылмен танысып көрсем. Так, сұрақтарымды қойсам болады шығар, сізге? Иә, қоя бер. Так, жарайды онда. Әдемі екен, анау не зат? Әкім мырза, мынау не жер? Не зат бұл? Оны не қыласың? Көп сұрай берме, әйтпесе ауылдан қойып жіберем. Жарайды, бәлесінен алақ. Мұндай, жоқ, келмеймін, сұрамаймын да, келмеймін да, қарамаймын да бұл жақта. Жарайды. Жарайды, онда бара берсеңіз болады, мен өзім не істеп аламын. Давайте. Жарайды, сау бол. Так, достар, мен енді кішкене әкімге кетіп болғасын не істедім. Мен андай бір жаңбырдың жауып болғанын күткенше андай бір
навес сияқты бірдеңе тауып алдым, соның астында күттім. Жаңағы енді подозрительный болды, подозрительный, что-то подозрительный. Барып көрмесем, кішкене тығылып барып көру керек что-то. Өйткені қараңыздар, оның алдында қаяқта уже мен адасып та кеттім мына ауылды дұрыс не істесем. Міне өйткені оның алдында міне 1 2 жоқ 3 4 полицейский бір спецназ. Сен бұл жерде не апталап жүрсің? Сен шаруаң болмасын, кет барайын. Қуады екен оны. Қуыныш. Жарайды, кішкене айналып барайық мынаяқтан. Білдіртпей кішкене тығылып дегендей. Өйткені оның алдында бір спецназ, яғни жағы шкаф спецназ біреу. Сонымен қасында 4 полицейский. Бұндай полицейский жай әшейін ауылға бұл мүмкін емес сат. Так что бірдеңе бар сияқты. Барып көру керек, обязательно барып көру керек. Барып көру керек. Так, Акым мырза жүрін аяқта. Егер де осы видеода бір 100 лайктай жиналатын болса, мен келесі бөлімдерде оған барып көретін боламын. Көріп қойы жазады. Арен құтылым. Так, полицияларын алынды. Саламатсыздар ма? Қалайсыз? Бәтима, шкаф братан қалайсың? Молодец. Болат аға қалайсыз? Жақсысыз ба? Қуасың ба? Жақсы ба Болат аға? Мен де жақсы. Саламатсыздар ма? Полицияларымызды. Молодец. Жоқ, керек емес, мен ештеңе сатпаймын. Маяқтан кішкене қоршалған үңгірге барушы болма. Бұл жақтан кішкене қазірше алшақ жүре тұрайықшы, что-то опасно, опасно. Так. Осымен біздің бейнеміз аяқталды. Келесі бөлімдерді тезірек шықсын десеңіздер, онда тез 100 лайк немесе 50 лайк, короче, көп лайк жинап тастаңыздар қолдарыңыздан келгенше. Ал мен келесі бөлімді шығаратын боламын. Барып тұрыңа, пока-пока, чау.